мен осы паркурдың екінші бөлімін шығаратын боламын. Кіші айтқанмын. Шығарамын деп сөз бердім. Шығаратын болатынмын екінші бөлімі. Ендеше қарай тұрыңыздар. Давай. Кеше айтқан болатынмын. Қиын паркурлардың бірі деп. Иә. Қиын паркурда өтетін боламыз басқада. Өтуіміз керек, қалай өтесің әжеде? Смотр. Ендеше екіншісіне өттік, давай, үшіншісіне өттік та, төртіншісіне өттік та. О, молодец. Бесіншісіне өттік та. Давай, алтысына өттік та. Жетіншісіне де өттік та. Соңғыдан өте салайық. Енді соңғысынан өте салайық. Офспик. Ойбай! Ол жер қиын сияқты болып тұр ма? Ойбай, алғаш күдеуерім бар ғой. Көп мүші арасында бар. Мұндайға жоқ еді, мұндайға жоқ еді мен. Давайте, значит, өткітейік. Йо, қалай? Кроваттың кесірі барлығы. Айып етпеңіздер. Енді дұрыста өту керек. Йо, қалай? О, қатты көрмей қалыппын ғой. Ана жетем достар, қараңыздар. Йо, майым. Қалай? Жетпей қалдым. Ма, жеттім деген достар да. Давайте, достар, мен өтіп бетчарым. Жайда өту керек, мен жайда өткен дұрыс көрмеймін бар ғой. Дұрыс көрмеймін достар. Достар, бар ғой мен. Сіздерді білемін. Дұрыс сөйлей алмайтынымды. Бірақ та қазақ қонажайлы қала ғой. Осымен достар, мен бастайтын боламын видеоны да. Сол жағдай болып кетті. Сөйтіп жалғастырып аттым достар. Май асып кеттім. Жайлап секірсем де неге секірсем асып кетем. Жайлап секірсем жетпей қалам. Қатты секірсем асып кетем. Не істеу керек достар енді? Айтыңыздаршы маған. Май. Самая. Достар, мен деген ондай ат паркурист емеспін, айтайын комментарияда. Сен паркурист емессің деп айта бермеңіздер. Давайте өткізейік ана. Ё-моё! Самая.
Самая. Ладно, утомайтамся ще. Достар манадан бері өтіп өтелмешін. Қараңыз чаттың не шірет өлгенді арасында шеш. Мынандай ой емес онда. Жарты сағат болды одан жүргенімізге. Дойбайо, өтеміз. Жылдам өткеннің күшті көрем бар ол. Және өткен күшті көрмейм. Давайте, және өткітейікті. О, молодец. Так, чуть-чуть қалды. Бастайтын болған видеомды. Бас, тура! Міне видео бастайтын боламын. Ойбай. Давайте бастайтын боламын. Қараңыздар, кірпеміз екі стив. Жүреміз. Айбай! Мамасының анасы ауруханаға алып кетті. Кішкене сырқаттанып қалған болатын. Сондықтан келе алмады. Лиза қатты келгісі. Жандос, сәлем көріп отырсың. Иә, Жандос Сағантұғай сәлем. Сенсіз қызық емес, келесі жолы шақырған кезде міндетті түрде кел, аман тезірек сауығып кетсін. Өте керемет жан, мен осымен таныспын. Альмира айтып жатыр, енді Ақжарқынның жігіті пайда болғаннан кейін Жандосты тастады деп. Енді Достар, басқа жерге қарайын деп құлап түстім. Секіру керек енді. Достар. Жылдам жүрем. Давай. Ойбай. үміткер шақырып алсақ. Сенің де жігітіңді көрмедік енді тапқаныңды. Іздеп шақырсақ Ол құттай болып достар, Ел басынан құлап түспейді шығамыз достар. Айтпақшы бұл екінші бөлім. Көрмесеңіздер, бірінші бөлім көресіздер. Сенің жағдайыңды менде жақсы түсініп отырған болар. Естеріңізде болса, бірінші маусымда бір келген үміткердің екінші оралмайтын еді. Тура сол жағдай. Сол қыздардың барлығына сәлем жолдаймын дейді, енді? Осы мүмкіндікті пайдаланып сол кезде жоқ болып жүрегімді жаралап Қараңыздар, мынау қиын болар, қайдан білесіздер. Ойнайды шығар. Секір алғанда қатып атырған өтелген кішкене. Бірінші күні маған ол кісі хабарласқан жоқ келген күні, яғни жұма күні. Мүлдем хабарласқан жоқ. Және де ол күні мен ойлап сол күні кездесеміз деп. Және де сенбі күні маған кешкі сағат 10-да жазды. 10-11-де тамам ол жағында ма есімде болса. Одан кейін барып кездесеміз ба айтты, сонымен айтып мен жолға шығып кетіп кеше неге хабарласпадыңыз, маған сол күні ыңғайлайды. Мен сырласуды айтып қалған ғой, бүгін кездесейікші, 2 күн жолда болған ыңғайлы болса деп. Айтып түсіндіріп қойып, ол айтты, мен мүлдем босаған жоқпын деді. Ал өзі маған 10-11-де жазып тұрсын, мен айттым, осындай уақытта мен болған күннің өзіне де алмасты. Мен кездесуге шықпас едім дедім да, ондай уақытта. Сосын ауылда мен сен келгеннен де мен Алматыда болмаймын, мен қайтамын деді. Яғни мен ойлаймын да, шыққан ол жерлерде көңіл бөлмегендік емес, мен осы күнге үміткерлердің барлығына ондай бір көңіл бөлмесі жасамаппын. Именно ол үміткерге тем более ол қолдау көрсеткен өте түсінігі мол, адамгершілігі мол жігіт. Және де ол жігіт сол келген күні хабарласып қойса болады ғой, мысалы
мен даже кешкісін күттім, Достар, ұмытамайатамын. келіскенше күттім сол уақытта. Одан кейін барып, біз өзіміз корпоратив қойған, сол жерге кеттік. Мен ойладым, мүмкін хабарласса барып, сол жерде мүмкін шақырып кездесермін деп те ойладым, ыңғайланып. Тур, не кетіп қала береді? Бірақ ол кісі хабарласқан жоқ, 1-2 күн өткеннен кейін барып жазып жатыр. Білмеймін, бұл жерде мен емес, немқұрайлы қараған ол кісінің өзі сияқты. Келгеннен кейін жігіт дегеннен жауапкершілік танытып, бір хабарласып айтуға болады. Мысалы, мен келдім, Bu mesela notası şarjı. Şarjı. мен ойлаймын, тек қана эфирге шығып келеміз, шығу үшін ғана келісеміз деген әңгіме емес қой, бұл жерде кішкене болсын жауапкершілік танытса дұрыс болады деп ойлаймын. Şarjı.